Енді екінші сабағымыз бұл основном керегі бізге ол ары қарай не жасаймыз? Қалай біз көп рекламаны жібере аламыз? Міне, көріп отырсыздар. Так. Вот. Біз қазір жібердік, мына Фаберлік өзіме деп жібердім ғой. $2 міне минимальный цена и бюджет $2. 8-нен 11-не дейін дедік. Бірақтан бұл жерде қанша реклама тұр? Бір группа объявление тұр. И және де объявление біреу тұр. Енді бұл проверкада тұр. Енді осыны біз қалай көбейтеміз? Енді мұна стрелканы басып аласыздар компания деген кезде, группа объявление дегендерге бұл жерге 2 объявление қоюға болады, бірақ не советую, ақша аз болған кезде көп группаға жіберу қажет емес, объявлениені, яғни рекламаны ауыстыру керек, көбейту керек. Сол себепті бұны объявление деген жерге кіреміз. Көріп отырсыздар ғой. Осы жерден міне редактировать, просмотр диаграммы деп тұр. Осы жерден кейін результатын тоже көрсетемін ғой қазір пока. Так, осылай болады. Енді осы жерде мынаны былай бетіне алып келсеңіз, дублировать деген сөз бар. Соны басамыз. Міне существующая компания, новая компания барлығы тұр. Қалай осы жерден дублировать деп басамыз. Басқан кезде міне өзіме копия деп шығып тұр. Енді қалай өзгертесіздер өздеріңіздің қалауларыңыз. Енді осы жерден бізге фото емес, видео қойғым келеді. Яғни очистить видео дейміз да фотосын. И добавить медиафайлов видео. Менде тоже дайын рекламалар бар, поэтому бізде қатып маған не жоқ, проблема жоқ. Сол себепті оны видеоларды жасайтын Можо деген, Супа деген, тағы да Бюстет деген приложениялар бар. Ол өзіңіз қайсымен жібергіңіз келеді, өзіңіздің қалауыңыз болады. Енді мына жерде мынандай реклама дайындап қойғам. Өміріңді өзің өзгертпесең, ешкім өзгерте алмайды. Қалағаныңа адал, бүгін қол жеткіз. Өкінбейтін адал жоба. Көрдіңіздер ғой, қараңыздар тағы да. Осылай жасап дайындап қойғаннан кейін, оны мен поштаға жіберем, поштадан ошаға загруз етіп дайындап қоямын. Енді осы жерден сұрақтарыңыз болса, маған қоя берсеңіздер болады, кейіншелік сабақтан өткен мына жерде қалай болды деген сияқты. Енді кейбір жайларын ұмытып кеткен болсам. Жақсы, көрдіңіздер ғой, міне бұл қалай тұр? Историяда қалай тұр? Лентада қалай тұр? Инстаграмның интересныйсы болады, оны қап-қара болып солда қалай тұр, оның барлығы осылай көрініп тұрады. Шок деген сөз енді бұған келмейді. Дұрыс па? Енді сөзді кішкене өзгерту керек. Сол үшін кредитсіз өмір сүр деп жазсақ, қазір елдің бәрінде кредит бар. Сол себепті кредитсіз өмір сүр десеңіз, егер кішкене қызықтылау болады. Бұл қызықтылау жіберу, копирайтинг жазу керек, бірақ қазір мен копирайтинг жазып отыруға уақытым жоқ. Реклама бөлек, копирайтинг бөлек, сол себепті. Кредитсіз өмір сүр. Яғни бұл жерде сіз сүргін келе, мағынамлау емес, просто адамның өзінің оқыған кезде, мен ғой деген сияқты өзінің атынан болу керек. Түсінікті ғой. Кредитсіз өмір сүргін келсе, подробнее бас. Ол да жақсы. Сүргін келсе, подробнее бас. Болды. Мына URL сайта деген көріп тұрған болсаңыздар, бұл сақтаулы тұр. Бағана біз дубликат еткен кезде бәрін дубликат етті да, біз енді бұл жерде басқа бір фото, басқа видео жасап, уже ол басқа реклама, басқа адамдар көреді бұны. Сол себепті мына номер тұр, осыған қандай жұмыс екен деп адамдар түсе береді. Мына черновики деп тұр, дұрыс па? В черновике деп. Қалған барлығы дайын. Енді бұл жерден біз опубликовать дегенді бассақ, мына стрелканы көріп тұрсыздар, міне шығып жатыр. Черновикеден қазір мына проверкеге өтеді. Осы проверкадан өткен кезде уже сізге адам түсе бастайды. Мені көріп отырсыздар, 1-2 реклама болды.
Енді осы жерден біз 1 доллармен 10 реклама жібере аламыз, 2 доллармен тоже 10 реклама, бірақ оның көбісі өтпей қалуы мүмкін, көп болып кетсе бізде проблема болып кетуі мүмкін, поэтому 5-6 нормальный. Жақсы ғой да? Енді тағы да мынаған келеміз. Быстрая копия деген бар, дубликат деген, копировать дегенді ондай емес, біз мына дублировать дегенді жанына 3 точканы басқан кезде дублировать басамыз. Ол уже 3-ші реклама. Негізі бесконечно жібере беруге болады. Енді көп ақша салсаңыз, көп аудиториямен, көп адамдармен жұмыс жасайтын адам болған кезде, яғни маған мынанша адам керек деп салған ақшасына байланысты көбірек жібере берсеңіз болады. 100% адам түседі. Енді мына жерден очистить дейміз, көріп отқан болсаңыздар, немесе видеоға бөлек, инстаграмға бөлек қойсаңыздар да болады, ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Енді осы жерден міне ищешь работу и честную работу деп жазғандарым бар. Осы жерден и дайындап қойған басқа рекламаларым да бар. Соның біреуін басамын. Болды, міне историяда, сториста, лентада барлығында кетеді. Осылай маған түсіп отырады. Бұны қалай тексереміз? Енді қазір WhatsApp веб істемей тұр, соның үшін сол себепті дұрыс болмай тұр. Негізі кіреді. Басқан кезде жұмыс жайлы толығырақ білгім келеді деп жазды ғой, көрдіңіз ғой, перейти чат деп тұр. Маған кіру үшін использовать WhatsApp веб деймін. Енді мен компьютерда болғаннан кейін, телефонмен болса, телефонмен көріп тексере бересіз. Енді мен телефоным и компьютерге, и өзіме қосылып тұрғаннан кейін қосылмай тұр. Енді несі жетпей жатыр да, модем точка доступпенен. Поэтому бағана осылай тексересіздер ғой, тексеріп аласыздар осы жерден. И все, болды. Опубликовать. Вот, мені көріп отқан болсаңыздар, 3 рекламаны жібердік. Осылай дубликат етіп жібере бересіздер. Енді қараңыздар, мені. Енді қалай ақшасына бәріне көп алып қояды ғой, бұған 2 доллар, бұған 2 доллар, 6 доллар алып қояды ғой деп ойласаңыздар, әрине ойлауларыңыз дұрыс. Мен де басына солай ойлағам, жоқ, олай емес. Қалай болады? Группа объявленияға кіресіздер, бұл жерде біреу тұр. Енді мына жерде стратегия, ставок, бюджет деп тұр, бюджетті басқан кезде, используйте бюджет компании. Біз істетеміз группаға компанияның ақшасынан деп тұр. Компаниядан көрдіңіздер ғой. Компанияға біз 2 доллар қойдық. Группа объявления бюджетіне келсек, ол айтады, мен компанияның ақшасынан жұмыс жасаймын дейді. Объявленияға келесіздер. Міне осы жерде да используется бюджет компании, используется бюджет компании, используется бюджет компании. Яғни сол 2 доллар бүкіл бәріне бөліп шашып тастайды. 0,2, 0,5 цент осылай, бірақ 100% бұғандағы барлығына клик түседі. Мынаудан болмаса мынаудан түседі, мынаудан болмаса анадан түседі деген сияқты. Бұл секреті сіздерге айтып жатқан осының енді результатын тоже көрсететін боламын. Осылай рекламаны жібере береміз. Назарларыңызға рахмет.